Сәлем достар. Қазақ халқының өмір салты табиғатпен біте қайнасқан. Біз үшін жылқы мінсе көлік, ішсе сусын, жесе тағам. Ғылымда дәлелдеді. Бұл екеуі адам денсаулығына ерекше пайдалы. Бүгін біз жылқы еті мен қымыздың пайдасын айтып береміз. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені соңғы пайдасы көпшілік білмейтін сыр. Жылқы етінде май аз, ал ақуыз бен темір көп. Ол жүректі қорғайды, қан айналымды жақсартады. Қан қысымын қалыпқа келтіреді, холестеринді азайтады. Сондықтан дәрігерлер оны табиғи ем деп атайды. Жылқы етіндегі В12 дәрумені мен фосфор мидың жұмысын күшейтеді, есте сақтауды жақсартады. Ежелгі билер мен батырлар ет жеп қымыз ішіп кеңес құрған. Бұл олардың ойы сергек, ақылы терең болғанының сыры. Жылқы еті таза ақуыздың көзі. Ол бұлшық етті нығайтады, майсыз дене қалыптастырады. Спортшылар мен ауыр жұмыс істейтіндерге өте пайдалы. Қымыздағы дәрумендер мен минералдар ағзаны вирустардан қорғайды. Суық тиіп жүрген адамға қымыз бен сорпа ең жақсы ем. Жылқы еті жеңіл қорытылады, асқазанға ауырлық түсірмейді. Ас қорыту бұзылған адамдарға өте пайдалы. Сол себепті қазақтар оны қарттарға да балаларға да берген. Қымыздағы магний мен кальций қан қысымын реттейді, ал оның фосфоры сүйек пен тісті қатайтады. Бұл сусынды балалар мен қарттарға ішу ұсынылады. Қымыз өкпені тазартады, тынысты жеңілдетеді. Тіпті бұрын туберкулезге қымызбен ем қолданған. Сонымен қатар ол жүйкені тыныштандырып, ұйқыны жақсартады. Қымыз төмен калориялы, ал жылқы еті қуат көзі. Екеуі бірге майды ерітіп, денені серкітеді. Қымыздағы антиоксиданттар қартаюды баяулатады. Қымыз балалардың өсуіне қажет кальций мен ақуызға бай. Ал қандағы қантты реттейтін қасиеті қант диабетіне қарсы жақсы құрал. Қымыз тәбетті ашып, ағзаны қалыпқа келтіреді. Қымыз табиғи детокс. Ол бауыр мен бүйректі тазартып, улы қалдықтарды шығарады. Осы себепті экологиялық лас ортада тұратын адамдарға өте пайдалы. Қыста жылқы еті денені жылытады. Жазда қымыз ішсең ағзаң сергіп кетеді. Бұл екеуі бірігіп ағзаны теңестіреді және күш пен қуатты арттырады. Міне достар, жылқы еті мен қымыздың 15 пайдасы. Бұл жай ғана тағам емес, ұлттың киесі мен қуаты. Заманауи өмірде өз асыл тағымызды ұмытпайық. Қымыз ішіп жылқы етін жеген адам тек денсаулығын емес, ата-баба аманатын да сақтайды. Дастарханымыз мол, деніміз сау болсын. Егер бейне ұнаса, арнаға жазылып лайк басып кетіңіз.